Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді, ауызға салса еріп кететін шаймен ішкенге безелер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Бізге керегі жұмыртқа. Менде 10 жұмыртқа алдым. Оны ажыратып аламыз. Ақуыздан ақуыз бен сары уызын ажырата аламыз. Қант ұнтағы, бояу, кондитерлік қапшық. Мен осылай дайындап алдым. Бояудың орнына кесел қоссаңыздар да болады. Мен солай жасап көрдім, жақсы шықты алдында. Және шым-шым тұз қосамыз. Міне мен осылай миксерлеп алдым. Енді қазір қант ұнтағын қосамыз. Тағы айта кететін жайым бар. Мынау ыдысымыз майлы болмау керек, су болмау керек. Миксеріміз тоже май болмау керек и су болмау керек. Енді осындай лист дайындап аламыз. Мынандай арнайы төсейтін қағаз дайындап алдым. Осының үстіне қазір қапшығымызға құйып беземізді жасаймыз. Міне мен осылай құйып алдым. Енді осындай кішкентай безешкалар жасаймыз. Күнделікті шай ішкенге өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады осылай үй жағдайында. Міне жасадық. Қазір осыны қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Пешті градусын азайтамыз. Өйткені күйіп кетеді. Бұлар безелер тез піседі. Мен 50-ге қоямын. 50-ге қойып аламыз. 50-ге қойып алдым. Безешкаларымызды саламыз. Безешкаларды қантпен істесеңіздер де болады. Мен өзім эксперимент жасап көрдім алдында. Тоже осындай әдемі болып шығады. Міне осындай керемет безелер шықты. Ауызға салса ериді, өте дәмді. Сіздер де жасап, жақындарыңызды қуантып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер.